адамдардың қазір денесінде ісігі бар. Ісік деген сөз не? Ол лимфа тұралап қалды деген сөз. Ал лимфаны жүргізетін бірде-бір ол дененің жаттығулары. Ал менің де ісігім бар. Бұлай қарасаңыз, мынау лимфаның дұрыс емес жүргені. Мынау жүк второй подбородок дейді. Мына жерде салбырап, бұлда салбырап тұр. И қанша арық болсам да, мынандай ішінде осылай кішкене болса да отек бар. Енді осы лимфаны мен қалай жүргіземін? Лимфа тұралап қалған кезде осындай салбыраулар, мынандай ісіну болады. Енді осы лимфаны жүргізетін мен марафонды жасаймын. Ол 5 мамыр күні басталады. 21 күні мен сіздермен бірге болып, лимфаны қалай жүргізу керек және оны тазарту керекті мен сіздерге көрсетемін. Өзіммен бірге сіздер неғылған қосылып жаттығу жасайсыздар және лимфаны тазартатын заттарды көрсетіп, соланы бірге ішіп, лимфамызды тазартып, 21 күнде мынау отектан арылатын боламыз. Іспей, келмей, әдемі, фигурный болуға мен сіздерді шақырамын.